Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мынау арқадағы Back to School, Welcome to Our World деген сияқты жазуларды қалай жазу керектігі туралы үйрететін боламын. Ондай жазуларды Word-тан көрі PowerPoint-та жасаған оңайырақ болады. PowerPoint-ға кірген кезде мынау бірінші бетіндегі форматын өзгертіп аламыз. A4 форматқа қойып аламыз. Яғни сол кезде A4 қағазына шығарған кезде бізге оңай болу керек. A4 форматына қойып алғаннан кейін мына жерде жоғарыда дизайн выставканың ішінде осындай әртүрлі графиктер болады. Соның ішінде мысалы өзіңіздің қалаған графикін таңдауыңызға болады. Мысалы мен думалақ графикті таңдадым. Оның ішіне welcome деп жазатын боламын. Думалақ графикті прозрачный қылып шығарсаңыз болады. Егер түрлі түсті принтеріңіз болса, онда түрлі түсті түстерге боясаңыз болады. Менде түрлі түсті принтер болмағандықтан мен кәдімгі түрлі түсті қағазға шығарамын. Сол үшін мен оның артын кәдімгі прозрачный қылып істедім. Неге осылай істеп болғаннан кейін оның әріптерін жазамыз. Әріптерін әртүрлі мына жерде шрифттар берілген, үлкендеу, әдемі көрінетін бір шрифтті таңдаймыз. Осы жазғанымызды енді копировать жасап алып, келесі сөз жасаймыз. Егер бұны копировать етпесеңіз, келесі дөңгелегіңіз мүмкін кіші, мүмкін үлкен болып қалуы мүмкін. Сол үшін копировать жасап алсаңыз, өзіңізге ыңғайлы болады. Неге welcome деген сөзіміз бітті. Бұл жерде мен әріптерді әртүрлі қылған себебім, әртүрлі түсті қағазға шығарғандықтан орындары әртүрлі болып тұру үшін. Яғни шығарған кезде біреуі қызыл, біреуі жасыл болып тұрады, әріптерім әдемі болып көрінеді. Енді мына жерде біз Back to School дегенді жазуымыз керек. Бұған мына Jokerman деген шрифтті таңдадым. Әдемі көрініп тұрады осылай. Кескен кезде, шығарған кезде әдемі бір ерекше болып көзге көрінетін болады. Дәл бұл жерде де әртүрлі түсті қағазда шығарғандығымдан бұның әріптерін, орындарын ауыстырып қоямын. Сол кезде түрлі түсті болып шығады. Қалағаныңызша әріптерді үлкейтсеңіз де болады, кішірейтсеңіз де болады. Мен осылай үлкейтуді ойладым, бірақ бұл мына думалақтың сыртынан шығып кеткендіктен әдемі тұрмайды деп ойладым. Сол үшін қайтадан кішірейтеміз. Осылай әртүрлі формаларға, графиктерге салып, осы PowerPoint арқылы өзіңіздің қалаған жазуыңызды жаза аласыз. Өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Өзіңіздің егер түрлі түсті принтеріңіз арқылы түрлі бояуларға бояп та жасауыңызға болады. Неге жұмысым аяқталып қалды. Енді осыны принтерден шығарып аламыз. Шыққаннан кейін ламинаттап аламыз. Ламинаттаған кезде бұл сізге көп уақытқа жететін болады. Неге шығарып, жабыстырып қойдым. Мен двухсторонний скотчпен жабыстырдым. Өте әдемі тұрды. Осымен аяқталды видеом. Сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі видеода көріскенше.